Абайдың 18-ші қара сөзі. Адам баласына жыртықсыз, кірсіз, сыпайы киіну қажет. Һәм ол киімін былғап былжыратып кимей таза кимек дұрыс. Ләкин өз дәулетінен артық киінбек. Не киімі артық болса да, көңіліне қуат тұтып, тым айналдырмақ кербездің ісі. Кербездің екі түрлі қылығы болады. Бірі бет пішіні, мұртын мүшесін жүрісін қас-қабағын қолдан түзетіп, шындағын көтеріп, қолын тарақтап әуре болмақ. Біреуі атын, киімін, айран ішерім деп солардың арқасында сыпайы, жұғымды жігіт аттанбаққа. Өзінен ілгерілерге елеулі болып, өзі қатарындағылардың ішін күйдіріп, өзінен кейіншілерге әттең дүние-ай, осылардың атындай ат мініп, киіміндей киім кигеннің не арманы бар екен дейтұғыны болмаққа ойланбақ. Мұның бәрі масқаралық, ақымақтық. Мұны адам бір ойламасын. Егер де бір ойласа, қайта адам болмағы қиыныз. Кербез дегенді осындай кердең, неменеден бездіңдіңдер деген сөзге ұқсатамын. Тегінде адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселермен озбақ. Онан басқа нәрселермен оздым ғой демектің бәрі де ақымақтық.